маған бір бала келіп тұрды, айтады да 80 миллион деп неге андай күліп жүр дейді да. Сосын айтамын ғой, енді настроение көтеру керек қой деймін ғой. Сіз сияқты жауап бердім ғой. Қандай бала? Тренировкадағы бір бала ғой. Типа қарыз ба, неғып күліп жүр дей ма? Иә. Мен негізі күлгім келмесе де күліп жүрмін ғой, түр бермей жүрмін да, просто ше. Білесің ғой негізі, иә? Білемін. Енді қарызым бар деп настроение болып потолыққа қарап жылап жатпайсың ғой, кішкене двигаться етіп бүйтіп күліп жүресің ғой. Если халыққа енді халық көріп отырып проблемаңды айта берсең, орында проблемалар көп қой, сосын маған көмек қойшы проблемам деп айтады ғой. Осыны күліп түр бермей жүре бересің, бірақ қалтаңда 15 000 теңге ғана бар да. Түр бермей жүру керек та, иә? Түр бермей есер, так что көп адамдар уже түсінген шығар, мен бұйырса парфюм шығарғым келіп жатыр, именно әйелдер қауымына арнап. Соған енді дизайн, то есть флаконның дизайны керек болып тұр. Міне 1, 2, 3, 4. Қайсысы күшті деп ойлайсыздар, қыздар, сіздер айтыңыздаршы. Соны астына 1 или 2 или 3 или 4 деп жазып кетсеңіздер, мен үшін бір берген поддержкаларыңыз болсын. Сөйтіп соны бұйырса заказ беріп, жаңағы иісті соның ішіне құйып шығаратын боламыз. Түн жарық болсын барлықтарыңызға. Біз енді болдық, стримнан енді шықтық. Бізде мынау пижамаларымыздың бәрін сатып жібердік. Барлығын саттық. Ертең барлығын жіберетін боламыз. Енді бүгін азғантай 17 пижама алып келгенбіз. 17 пижаманың бәрі сатылып кетті. Бірақ мынаның үсті салынбай қапты. Жаңағы біз алған жерден ертең барып алып кеп қайтып сататын боламыз. Аллаға шүкір. Мінекей 17 товарымыз саттық, ертең барлығын салып жібереміз. Товарлар да өтті, бөгілгіш де өтті. Иә. Дым қылматынан қараңыздар. Аягіз молодец. Көп рахмет. Енді ертең соның шыққан ақшасына тағы да не аламыз деп. Тағы да қосып осыны пижама тағы ертең алып келеміз ау. Үстіне тағы да қоса береміз да товарларды ше былай. Ал берекесін берсін. Ішіндегі өзгеріске қарап мен таңғалып, досыммен сол таңғалысымды бөлісіп, айтып, әңгіме құрып отқан жайым бар. Ақжігіт группаласымен бүгін қаншатыр той қойды, Берскі той болды. Тойдың видеоларын ертең саламын. Ақжігіт қазір бірдеңе айтып жібереді сториске. Енді номер один ғой. Дорогой. Достар, Құдай қаласа 8 май күні жолға шығатын боламыз. Авторский тур Ташкентке 8 мен 10 аралығы 2 күндік тур болады. Мына жерге Instagram қалдырамын. Бұл Instagram менің бірге жұмыс істейтін партнерім деп айтсам болады. Осы кісімен бірге ақылдасып, жаңағыдай бүкіл жақсы нәрселерін бәрін ұйымдастырып жатырық. WhatsApp нөмірін қалдырам. Бронь қоя берсеңіздер болады, алдын ала, потому что адамдар көп сұрап жатыр негізі. Бүйтіп қойып бару керек болып тұр ғой. Жазыңыздар, хабарласыңыздар. Сіздерді күтемін.